Абайдың 34-ші қара сөзі. Жұрттың бәрі біледі өлетұғынын, және өлім үнемі қартайтып келмейтұғынын. Бір алғанда қата жібермейтіндығын. Қазақ осыған да амал жоқ нанады, анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және Хаммәні жаратқан Құдайы бар, ақыретте сұрау алады. Жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылғайды. Жазғыруы да, жарылғауы да пенде ісіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинауы да бар, бегірек есепсіз жетістіруі де бар деп бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбеймін. Олар сендім десе де анық сенген кісіге уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егер де осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз? Оларды мұсылман деп қалайша иманы бар ғой дейміз. Кім ақыретте де дүниеде де қор болмайын десе, білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі ынтық құмарлық бірдей болмайды. Екі қорқыныш, екі қайғы олар да бірдей болмайды. Мұндай екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы ақырет қайғысынан, ақырет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер, біздің қазақ та мұсылман екен. Егер де екі нәрсе кез болса, бірі ақыретке керекті, бірі осы дүниеге керекті. Бірін алса, бірі тимейтіндігін болса, сонда біреуі ақыретке керектіні алмай, екінші бір кез келгенде алармын деп, жоқ, егер кез болмайтұғын болса, кейін Құдай өзі кеңшілікпенен кешіреді дағы, мені кезі келіп тұрғанда мұны жіберіп болмас деп, дүниеге керектіні алса, енді ол кісі жанын берсе, ақыретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға болама. Адам баласына адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде тусың, өсуің, тыюың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің, бәрі бірдей. Ақыретке қарай өрлеуің, көрге кіруің, шіруің, көрден мақшарда сұралуың, бәрі бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне, қауіпің, екі дүниенің жақсылығына, рахаттың бәрі бірдей екен. 5 күндік өмірің бар ма, жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің, өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің білгендігіне білместігін таластырып, біреудің бағына, малына күндестік қылып, я көрсе қызарлық қылып, көз алартпастық лайық па? Тілеуді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегімді жандыр демей, пәленшенікін әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына не лайығы бар? Екі ауыз сөздің басын қосарлық не ақылы жоқ, не ғылымы жоқ бола тұра, өзімдікін жөн қыламын деп, құр ой тәңір-ай деп таласа бергенің несі сөз? Оның несі адам?